Ақ жол партиясының сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жалғасып жатыр. Кезекті кездесудің бірі қазыналы қариялармен өтті. Жиында қоғамдағы өзекті мәселелер, ұлттық құндылықтар және мемлекеттік тілдің мәртебесі сөз болды. Мәжіліс депутаты Қазыбек Иса партияның парламентте көтеріп жүрген бірқатар мәселелеріне тоқталды. Атап айтқанда, кәсіпкерлікті қолдау, несиелерді өтеуге қатысты мәселелер және мемлекеттік тілдің маңызы сөз болды. Белсенділер ана тілінің қоғамдағы орны мен мәртебесін арттыру қажеттігін айтып, бұл бағытта парламентте бірқатар ұсыныстар көтеріліп келе жатқанын жеткізді. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір еліміз бойынша жаңа құрылтай сайлауы басталды. 23 тамызда сайлау болады, бір ай науқан, 7 партия қатысып отыр. Соның ішінде Ақ жол партиясы. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша ел аралап жүрміз. 63 кандидатымыз бар ұсынған. Ақ жол партиясының негізгі мақсатын білесіздер сіздер. Ақ жол партиясының қос қанаты бар. Оны халықтың алдыңғы қатарлы кәсіпкерлері мен ұлт зиялылары, шығармашылық өкілдері, мәдениет пен өнер, экономика осы мәселені алдыңғы қатарда басымдық беріледі. Жиын барысында қарияларда өз ой-пікірлері мен ұсыныстарын ортаға салды. Әлеуметтік-экономикалық даму, ұлттық құндылықтарды сақтау және мемлекеттік тіл мәселесіне қатысты пікірлер айтылды. Мәселен, мен осы қамалып жатқан қарттар үйіне 2022 жылы Қазыбек Иса бастаған топ газ кіргізіп беруді және де осы мекеменің асханасын модернизация жасауына толық ықпал жасап, одан 23 жылы осында қарттардың мен мүгедектердің қала көлігінде жүруіне, тегін жүруіне, тегін жүруіне де ықпал жасаған. 24 жылы мына қала көлігінің ақырғы остановкасы мына жерде тура осы қарттар үйіне бұрыла берушілерге әкеліп деген осы қарттар ағзалардың тікелей қамқорлығы деп есептеймін. Үгіт-насихат жұмыстары кезеңінде Шымкенттің аудандық және қалалық деңгейінде Ақ жол партиясының бірнеше штабы жұмыс істеп жатыр. Штаб жұмысына 118 сенімді өкіл мен 50-ден астам ерікті тартылған. Белсенділер алдағы бір ай ішінде кездесулер өткізіп, 100-ден астам іс-шара ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Негізгі мақсат халықпен етене араласып, елдің көкейіндегі мәселелерді тыңдау және партияның ұстанымдарын түсіндіру. Қарттар үйімен біз бірталай жылдан бері жұмыс жасап келеміз. Бізде бұлармен тығыз қарым-қатынасымыз өте мол. Бұл жерде қанша жылдан бері жаңағы көмірмен жылу беріп отқан, соны біздің Ақ жол партиясы себебімен осы жерге газ кіргізіп берілді. Біздің де барлық мүшелеріміз, мәслихат депутатымыз, парламент деңгейіндегі депутаттарымыз бәрі бұл жерге келіп, жағдайларын біліп, барлық кем-кетіктеріне хабардары бар. Бүгінде Шымкентте 710 мыңға жуық азаматтың дауыс беру құқығы бар. Құрылтай сайлауында Ақ жол партиясынан 3 кандидат ұсынылды. Партияның басты бағыттарының бірі кәсіпкерлікті қолдау, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу, алаш идеясын дәріптеу.